Сәлем YouTube оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге мясной пирогтың рецептінен бөлісетін боламын. Видео қызық болса соңына дейін қарап, рецептін ұнаса міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды, сұйық майымызды, жарты чайны ложка тұзымызды салып, барлығын жақсылап тұзымыз ергенше араластырып жібереміз. Жарты чайны ложка разрыхителімізді алып, ұнымыздың үстіне салып, барлығын араластырып, ұнымызды аз-аздан сала отырып, қолдың көмегімен жұмсақ қамыр дайындап аламыз. Достар, барлық ингредиенттерді осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне грамм массаларының барлығын жазып қалдыратын боламын. Дайындап алған қамырымызды арнайы пакетке салып тындыруға қоямыз. Керекті бізге ингредиенттер салмасына, яғни туралған ет, картоп, пиязымызды салып, қызыл бұрыш, қара бұрыш және аздап қана тұз бен зіремізді салып жіберіп, салмасын араластырып дайындап алдым. Енді тынған қамырымызды алып, аздаған бөлшегін кесіп аламыз да, қалған бөлігін он сеуіп отырып, жұқалатып жайып алатын боламыз. Мен 4 бұрышты листке жасаймын. Сіздер дөңгелек листке де салып жасасаңыздар болады. Дәл осылай оқтаудың көмегімен жұқа етіп, 4 бұрышты қамыр етіп жайып аламыз. Жайылып алған қамырымыз арнайы пергаментке төсеп, арнайы формамызға осылайша листімізге салып аламыз. Енді қамырымыздың үстіне дайын болған салмамызды салып, қолдың көмегімен барлық жеріне бірдей орналастырып аламыз. Жаңа қалған жарты бөлік қамырымызды жайып, жұқа етіп жайып алғаннан кейін, осы пирогымыздың бетіне дәл видеодағыдай етіп жауып аламыз. Шеттерінің барлық қамырларын дәл видеодағыдай етіп жабыстырып аласыздар. Және не болмаса өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдік үшін жақсылап әдемілеп өрсеңіздер болады. Мен дәл осылай дайындап алдым. Бетіне жұмыртқамыздың бір жұмыртқаның сарысын салып, осылайша пирогтың бетіне жағып алдым. Оның үстінен күнжетімді әсемдік үшін сеуіп алдым. Сіздер сеппесеңіздер де болады, не болмаса күнжет болмаса орнына мақ қолдансаңыздар да болады. Дәл осылай күнжетті сеуіп әсемдеп алған пирогымды 180 градуста 45-50 минут шамасында әсел пешімізде пісіріп алдым. Видео рецепт сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде жоғалтылмас үшін каналыма тіркеліп алыңыздар. Біздің мясной пирогымыз пісіп дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болып піседі, достар. Дәл песочный самсаның дәміндей болады. Балаларыма қатты ұнады, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Алмагүл.